Сәлем баршаға. Сіздерді өз каналымда көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте дәмді болған салаттардың бірі ләнсай, яғни фунчоза салатын дайындап көретін боламыз. Ал енді бісміллә деп салатымызды бастаймыз. Керекті заттардың барлығын дайындап аламыз. Ең бірінші етті майдалап тураудан бастаймыз. Ұзын-ұзын етіп, етті турап аламыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер. Енді етімізді қызып тұрған майға салып пісіріп аламыз. Жақсылап қуырып алғаннан кейін оған бір ас қасық томатный пастамызды саламыз. Бір жарты шай қасық тұзымызды салып қуырамыз. Томатный пастамен жақсылап қуырып алғаннан кейін 2 стакан суымызды құйып, қазанның қақпағын жауып тоқтырып қоямыз. Және отты пәсейтіп қоямыз. Етіміз дайын болғанға дейін біз фунчоза крахмалымызды ыстық суға 5-10 минутқа тоқтырып қоямыз. Су толықтай үстін жауып тұру керек. Сөйтіп вилкамен сәл-сәл араластырып қоямыз. Ал енді қалған заттарымызды дәл етіміз сияқты ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Ең алдымен қияр, содан кейін помидор және басқа заттарды дәл солай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Барлық заттарды үлкендеу, шұңқырлау ыдысқа саламыз. Осы арада еттен және де крахмалымыздан бір рет хабар алып қоямыз. Крахмалды бір рет вилкамен араластырып, қазанымызда күйіп кетпеу үшін тексеріп қоямыз. Міне, крахмалымыз да дайын болды. Оны ыстық суын төгіп, мұздай суға шайып жібереміз және де оны вилкамен жақсылап созып араластырып қоямыз. Барлық заттарды турап, бір ыдысқа саламыз. Барлық заттарымыз дайын болды. Енді оған соевый соусымызды құямыз және уксусымызды құямыз. Соевый соустан 2,5-3 қасықтай, ал уксусымыздан 1,5-2 қасықтай құямыз. Менде уксус суға араласқан, сол себепті мен 2 шай қасықта қостым. Сол арада етіміз де дайын болды. Етімізді де саламыз. Міне, барлық заттарымыз дайын болды. Енді крахмалымызды сол ингредиенттерге қосып араластырамыз. Бізде крахмалымыз ұзын-ұзын болып кеткендіктен, оны 3 бөлікке пышақпен кесіп жіберемін. Сол кезде барлық заттар бірдей араласатын болады. Ал қыздар, міне көптен күткен салатымыз фунчоза, яғни ләнсай деген салатымыз дайын болды. Сіз жақта бұл салатты қалай атайды? Комментарияға жазып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.